Бәріңізге сәлем. Үй жағдайында дайын болатын жасалу жолы оңай донер дайындаймыз. Жасалу жолы ерекше әрі оңай. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Алдымен менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта каналымнан тегін рецептіні көре аласыздар. Жасауды бастайық. Ең алдымен бізге тауықтың төс еті қажет болады. Оны ұзынша етіп турап аламыз барлығын. Туралған дайын етті барлығын бір ыдысқа салып, тұзы сіңуі үшін тұзымызды, бұрышымызды салып, дәміне қарай содан кейін дәмдеуіш қосып, барлығын жақсылап араластырып, 30 минутқа қойып қоямыз. Тұзы бұрышы сіңгеннен кейін қуырсақ болады. Енді донерге біз фри қосатын боламыз. Сондықтан өзіңіз санына қарай донеріңіздің аздап қуырсаңыздар болады. Кішкене қызарғанша қуырамыз. Біздің етіміз қуырылғанша біз қазір салмасына дайындайтын қиярменен қызанағымызды турайтын боламыз. Тазаланған қиярымызды жіңішке етіп турап аламыз. Қызанағымызды дәл осылай ұзын қылып тураймыз. Дайын түрін сатып алмай үйден жасасақ арзанға шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ешқандай қиындығы жоқ. Біздің етіміз де дайын болып қалды. Міне осылай сарғайғаннан кейін салып аламыз. Барлығын майда көп ұстауға болмайды, себебі қатып кетуі мүмкін. Енді келесі біз донеріміздің соусын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге майонез қажет болады. Өзіңіздің донеріңіздің санына қарай майонез саламыз, үстіне кетчуп саламыз. Содан кейін дәмі жақсы болып шығу үшін теркада өткізілген чеснок қосамыз. Мен 2 дана қостым. Сіз санына қарай қосасыз, дәміне қарай. Біреу қоссаңыздар да болады. Енді барлығын жақсылап араластырамыз. Біздің соусымыз дайын болды. Лавашымызды осылай қойып, жайып, содан кейін фреймізді қойып, содан кейін қиярымызды, қызанағымызды, үстіне аздап соусымызды құйып, содан кейін етімізді салып, өзіңіз қалауыңызша осылай қойып, соусымызды құйып, донерімізді орайтын боламыз. Мен кішкене үлкендеу болу үшін тағы да үстіне фрей қостым.